Бүгін рисовая, яғни күріш кашасын дайындадық. Ол үшін сүт, су, күріш, құмшекер және де май керек болады. Бірінші суға күрішті пісіріп аламыз. Сосын екінші рет мұздай суын ауыстырамыз. Осылай шашыраңқы болып піскен кезде уже үшінші рет суын ауыстырып, суды кішкене етіп құйып, май саламыз. Қозғап тағы да пісіреміз. Одан кейін сүт құямыз. Сүтте бір 10 минут пісіріп аламыз. Кашамыз дайын болды. Қажетінше құмшекер қосасыз. Қоспасаңыз да болады. Дәмін шығару үшін кішкене қостық. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай тез және оңай таңғы асқа күріш кашасын жасап жесеңіздер болады. Істеріңізге сәттілік. Астарыңыз дәмді болсын.